ана условия қоямын мысалы лигада условия қоюға болады. Бек мысалы мен қазір жеңем ғой енді. Жеңем. Маған Бек арнау ән айтады да. Мен сондай талап қоямын. Сен бірінші ұтып алсаң, давай. Енді қазір ұтқаннан кейін сосын айтасыңдар ғой, болмайды ол. Басынан келісі керек деп. 4 шумақ ерсін сондай керемет ойыншы деген сөздерді қосып, бас ием деген. Болды, бастадық, құрметті көрермен. Жігіттер, бізде фон лига деген басталайын деп жатыр. Өзі ақын, өзі айтыскер, өзі журналист, өзі тамада. Бізде студияда Бек, екінші жеңілмей дух мықты екен жалпы. Қанша ұтылса да студияға келеді, жеңгенше ойнайым дейді, бірақ енді бүгін көреміз тағы да. Қанша ұтылса дейді, бірақ рет қой оны өзі. Қалай ұтылдың енді ол? Ол жерде дополнительный время кетіп қалды. Үстіне жасын сыйладым. Дополнительный саған жасадық қой, соны ойнайық да конца пенальти тек. Негізі Елекең терлеп кеткен ол ойында. Ерсінді алалам ба мен мына ойынмен? Оңай деген программа. Да? Өз артынан ойындады ғой. Біраз қиналып қалды ма? Біраз қиналып. Профессионал. Біраз ойнағансың ба? 26-ны ойнадың ба? 26 енді ойнайды, тұсауын кесейін деп отырмын қазір. Өзім тұсауын кесейін деп отырмын. Любой адамның сөзі осылай маған келгенде. Бірші еді? 25-ті қоссаң? Вообще ойнаған жоқпын деймін. Вообще ойнаған 25-тен айырмашылығы сәл ғана шығар деп ойлаймын мен. Біраз ойнағансың ғой негізі? Жоқ, 26 бірінші рет ойнап тұрмын міне. FIFA-ны ойнағам, иә, әрине. FIFA 21-ден бастап ойнап келатырмын. көрдің ба? Қалай ойнаған? YouTube-тан қарап алдым, аха, әлсіз тұстарын былай білдім. Зерттедің ғой, битсең болды екен ғой, дома екен ғой деп өзім бүйтіп. Кеттік, команда таңдайық. Сен ойнағансың ба бұған дейін Бекпен? Жоқ, Бекпен бар ғой, біраз жыл естігенсің ба? таныспыз негізі. Бірақ біз тұңғыш рет ойнайын деп тұрмыз. Тұңғыш қазақ Бекпен ойын деп отқан. Мен. Өткенде де Елдоспен тұңғыш рет ойнап. Енді Бек білмеймін енді андай қандай деңгейде екенді жұмбақ болып тұр маған. Бірақ мен кез келген қарсыласты жұтып, жеңіп, түкіріп тастайтыныма өзім сенімдімін, білмеймін. Сен де бір өз-өзіңе бір кәдімгідей давление қойып тұрған сияқты. Табиғи дар деп ойлаймын мен. Енді кішкене бар, сәл бар. Бек енді ойнамаған команда, оның үстіне бұл суырып салмақын ғой. Любой жерден бір доп суырып салып, тығып кете ма деп қорқыныш бар сонда. Бекке қарап команда таңдайсың ба? Или өзің таңдайсың ба? Мен өзі бір командамен ойнаймын ғой, көбінесе Real Madrid. Соны алып отырмын қазір. Все, кеттік жігіттер. Бекке өзіңше? Мен енді елдің бәрі осы жерге келгендер бар. Не Реал, не Барсаны таңдайды. Көптің бірі болмай ақ қояйын деп Арсеналды алып жатырмын мен өзім. Өзім Арсеналдың фанатымын өйткені. Netflix-ің сериал сияқты дейсің ғой Арсенал. Әлбетте. Все, кеттік онда. Кеттік, бисмилля. Ақ формамен ойнай берейін. Ережені сразу түсіндіре кетейін, 5 минут қосымша тайм жоқ. Тең түскен жағдайда 90 минутқа ойнаймыз болды. Тең түскен жағдайда бір ұпайдан алып кетеміз. Бір тең түскен жағдайда бір ұпай бізде. Аққа құдай жақ, ақ форма, кеттік. Бірақ андай шалып жығу, красный алу деген жоқ, таза ойын. Жоқ, бар. Сен дайындала бер оған, примерно бүгін. Бұл тірі футбол ғой. Тірі футбол. Честно сияқты болып кетуі де мүмкін. 7 ойыншымен қалып қоюым бар, мен шалам. Ашығын айта берейін. Зато алдын ала мойындап тұр. Нормально. Иә, мойындау керек қой. Стилім сондай, стиль таза, қарапайым. Так, стиль таза Қызылорда болып тұр ғой үшін. Сен өткендегіндей соз жермен 10 минутта болды. Арсеналда. Жоқ, менікі тарс қой, реал көз жұмып қойып ойнатам ғой. Арсеналдың фланговый защитниктерінің скорысы жоқ екен, ешқайсысының. Мынау 76 дейді. Немене мән 76? 76 жылдар сияқты жүгіретін шығар қазір. Арсеналдың составы сұмдығы. Кімнің? Арсеналдың. Сезбеймін ғой. Сезбеймін. Сездікпей кетіп жүрмесің. Александр Арнольд ойнатайын ба? Реалдың фанаттары бар еді, чатқа жазбай қойын, қатты үйтіп әуре болмай қойын бұл матчқа. Қатты барым салмай қойын. Так, Камавинганы заменнен шығарам. Менде Бекке бір нем бар ғой, бұйымтайым болады ғой, заңда бар ма? Алдын ала айтып қойсам болады. Алдын ала айтып отырмын. Мен қазір жеңем. Жеңгеннен кейін Бек 4 жол, 1 шумақ арнау айтады. Мен жеңсем? Енді оны айтасыз өзіңіз. Бек Ерсін арасында сөз болу керек. Ерсін ғажап ойыншы, талантына бас ием. Ерсін мен ойнағанда абайлап ойнаңдар. Пірманов аулақ жүр деген нәрсе қосуға да болады арасында. Все, болды. Өзі біледі, ұйқасына ғой. Беке, өзің жеңсеңші. Сен неге дайынсың? Бұйымтайын айтса. Мен? Любой нәрсені айтуға, істеуге, орындауға. Мен енді өзі айтсын, мен көп нәрсеге... Мен Жаңарқаның етін алып бердейін соғымын. Сосын андай бар ғой, андай. Лимит бар ма? Лимит бар ғой, 1000 теңге ғой. Потолок 780 теңге, простушка берем. 1000 теңге? Мен сонда өлеңім 1000 теңгеге бағаланып тұрма менің сонда. Адамдар беташарға
$1000 беріп шақырады, сонда 1000 теңгеге мен өлеңімді бағалап. Қалайсың? мен бет ашар. Потолок өзі 1000 теңге. Мен бетім ашылып болған, мен бет ашар емес, менікі жай андай арнау ғой былай. Жай ақындар айтады. Жарайды енді потолок бір 10.000 теңге болсын, 20.000 болсын. Онда мен Қуат ақынның стилінде айтамын да 1000 теңге болатын болса. Жоқ, 20.000 теңге болсын. 20.000 болсын потолок. Бүгін вторникте келдім ғой студияға деп. Болды Мен дайынмын мен. Білмеймін, не істеймін, бар болса енді. Енді изменить тактиканы істейік. Болды. Сен істеп қойдың Мен уже? дайынмын мен. Сен дайынсың ба? Тоқта, нет, мен дайын емеспін ғой. 4, 1, Бек әңгіме айтса бұл қазір 2, ұзағынан 1, 3 деген болмайды. 4, 2, 3, 1. Мен осы тактика күн тиіспейді ғой, саған осы бұл тактика ше. қатты ұнайды да тұр қазір. Ганс тәте, тоқтаңыз қазір. Мен дайынмын. 5 минуттан. Жігіттер, жақсы ойын болсын. Анау нені настройканы істейсің ба? Матчтың настройкасын істеп алайық, бірінші андай параметр игры да. 5 минуттан ба? Иә, бәрін істеп алшы. Так, 5 минут легенда номер менен 26 алғаш рет ойнап тұрмын ғой. Шешеш костюм. Жоқ, ол қазір уақыты бар шешетін. Қазір уақыты бар. Мен нені істеуім керек еді анау? Своя ма? Қақпашыны шығару дегендер бар еді ғой. Істей аласың, Бек істей аласың. Бек істей аласың. Бек мен істеймін, сіз Жоқ, істейсіз. камераны көппен істейміз ба? Көп қой, көп. Көп қой, иә? Көп. Төбеден қарап отырайық да бәрін. Ол қайда ол камера? Арманмен ойнам керек. Бүкіл тактикамды оқып. Мынау екен ғой, иә? Автоудар деген не ол? Помощь при ударе головой выключить. Не істеп жатсың сонда Бек өз жалпы? Выключить. Выкл дегендерді басып отырсың ғой сен? Мауға тұрып жатыр ол. Примерно келеді-ау деген көре беремін мен қазір. Бірінші ойыным ғой, игра в защите. Полуавтомат қойып Матчтан кейін ойнай бір аламын. шет көріп тұрмын, бүкілін полуавтоматқа қойып ойнағанмын. Так, Уже қорқынышты. Направление шығар мынау, иә? Айтпақшы өткенде айттың ғой сен Пірмановқа дайындалу керек деп дайындалып жүрсің ба? Уақыты келіп қалады сияқты ғой жақында. Уақыт келіп қалды. Дайындық керек болды. Мен дайынмын. Қорқады. Дайындық керек емес деп ет болып ұтылып қалсаң да. Кеспей саламын ғой. Тәбішке опа. Тәбішке. Удалить дейтін сияқтысың ғой примерно. Сонда своя деген қалай? Мынамен жүгіре ма? Иә, стрелкамен жүреді, бұл Дэнди заманынан келатқанды білдіреді. Басыр шық. Өзің қай жылғысың негізі деп қойсай? Қай жыл болдың бауырың? Сұрақтың астын алдың ғой. Бастаңдаршы. Дайынмын, кеттік. Ал бастайық. Кім бастайды? Кім бастайды? Мен бастаймын. Кеттік. Ганс жүргізіп отырсай? Ал кетті. Енді басталды ғой. Мынау ардагерлер ма, кім мынау? Ол мен игроктарым, сіз өз игроктарыңызды қараңыз. Сланцпен, как обычно. Как обычно, о менде? Как обычно, кака ғой? Как обычно. Бек топ алды. Бұл Бек топ алды. Бек топ алса, не істейді екен? Қобалжу бар. Әні, бұл не деген шедевр пас? Бұл не деген шедевр пас? Бұл суырып салмалық. Өзі, бір ақ рет пас беруім өзі, соның өзі. Бектің деңгейі осы ма сонда? Кішкене қобалжу отырсың ба, Бек? Бар енді оның алғаш рет ойнап отқанда. Мен өзі адамды осылай жеңемін да. Кеттік, судья. Ана судьяны қара, судья бірдей не киіп апты. Жүгірсей Беке. Жойып! Не болды? Арқар! Джуд Беллингем ғой, Фактор Беллингем. өткізуге болмайды ғой, көру керек қой, иә? Беллингем көріңіз, Бек. Көрермендер үшін көру керек Бек, қой. салқын алаңыз. Болды. Гитара емес, бір анау айтып жіберейін. Бека? Бек? Фору беріп отырсың ба? Жоқ. Болады ғой енді, Реал Мадрид қой құрсын. Қора жоқ, сатылмайды қазір ондай. Қарашы. Лас Пальмас емес қой, Реал Мадрид қой. Қате ғой ол. Өмірлік қате ғой Арсеналда. Маған допта келген жоқ қой Бір өзі. тепті гол салды ғой. Өмірде 2 рет қателескен ғой. Біріншісі мамандық таңдаудан, екіншісі Арсеналдан, Бек. Қай мамандық емен? 3 мамандығым бар. Соның біреуінен қателесіп тұрсыз ғой, енді ақын айтыскер ретінде ғана таниды ғой көпшілік. Білейін, мына бір нәрсені мен істеуді ұмытып кеттім. Жігіттер соны қазір істеп алайын, иә, допты. Не істеу керек? Анау 2 защитникқа өтіп кетті ше. Үстіндегі ма? Иә, үстіндегісі сол өте жаман, ыңғайсыз маған. Басталды науды арбында. Жоқ, ол профилар ғана түсінеді оны. Ганс, сіз әуесқойда ойнайсыз, сіз вообще ондайды білмейсіз. Беке, давай, мен саған жанкер болып отырмын. Да? Жалпы бұл лигада маған жанкүйер адам бар ма өзі? Мен ақша бөлсем мен. Әні, сұңғыла пас дейді бұндайда, сұңғыла. Сұңғыла пас. Сұңғыла пас. Блин, алды кім бе? Алды кім? Ұстап қойдың негізі. Габриэль Магаляеш. Менде өзі сондай не бар, жын бар, кішкене соғып жіберетін ше. Офсайд бей? Жоқ, офсайд жоқ қой. Офсайд бар ма жоқ па? Жоқ. Қалай офсайд?
Жоқ, офсайд өмірде бар ғой, жалпы мына жерде болмаған, шатастырды мені судья. Берсе бер ауыстыру жаққа керек. беке. Судья ауыстыру керек. Әне? Ей, шілей қылып жердің енді. Әне? Кет. Қазақ түрік бір туған. Ә? Футбол ойнайсың ба? Доп тебесің ба өмірде? Кім? Беке? Конечно. Бекте енді өмірде мен бірге бір алдап кететін бар енді. Так. Ей, өзіміздің қарапайым ойынды ойнайық та жігіттер. 5 минутта тұр ма? Ой, жаман емес. Ой, 5 жаман емес. минутта тұр ма? 5 минутта. Берси. Шығара сал. Я штрафной ішіне ешкім жоқ. Дьокриш деген бала бар ғой мұнда, иә? Шақырсай. Ана Реалдың защитниктері. Бұл Реал деген қорғаныстың хас шеберлері ғой, Бегау. Бегау. Қорғанысқа ғана жатады. Бегау. Бек секунд өткен сайын түрі бұзылып жатыр ғой кәдімгі. Қылықтым ау. Әне. Ойбай. Ай, осы финт қате болды. Мына паста қате болды. Мынау екесе қате болды мынау. Жөстік домбыра деп терта берсейші саусақтармен. Бұл Келмей ма? домбыраң қарамайда тарта бересің ғой, мынаның сәл. Жөстік келмейді да сәл. Неге? Компьютермен клавишпен беріп қойғансың ба? Күнім сен Екіден сөнбеш. Ей. Оңға қараш. Ей, ба, ойнайсың ба? Бек. Оның күлкісі бар ғой. Бек. Негізі сол жаңа беташар дедіңіз ба, сол дұрыс ау. Сәтті жүрген ма? Әркім өсімен алсын. Қазір енді комментатормен айналысасың. Тырмант нөмір бар ма сенде, Бек? Сегасың Мынау күйіп апты ғой бізге. Қаяқтан келіп? айналысасың. Мынау қаяқтан келіп ала береді, е? Ойын сен келмесің. Мен ойыным негізі бір-ақ матчқа арналған, энергиям таусылып қалады. Басталды. Ей, күртөйс. Сейіл қожатайға ойын қолғап беріп жүрді, оны ба? Реалдық фанаттар өзі, реалдық ойыншылар ақ көңіл келеді сондай. Міне, менің сүйікті ойыным. На финтті қара қазір. Ей, Мбаппе мау, дұрыс ашылсайшы. Ар жаққа бер. Отыра беріңіз, ар жаққа бер, бер жаққа бер деп. Темдігін кәдімдей сезіп отырсың ғой, е? Конечно, 2009-дан бері ойнаймын ғой мен. Гансал, сен мені танымай жүр екенсің. Мен деген 98-ден. өткенде Қоянбаевты мен шақыруым керек еді, негізі Елдосым еш. 98-ден бері ойнаймын. Тұрып кет қосай. Мына баланы шығарып жібересің бе? Жаман болады. Сезіп тұрмын. Мынау келгенше күткенің не, жаным ау? Теряться етіп отырсың ғой уже. Константин Соловьевтың дауысы керек болып тұр ма? Давай, кет. Ей, қойшы кім, сіңілім. Жат. Ей, ұрыпсай. Ой! Жол болмайды. Айтпақшы, Райс емес болса, Реалға 2 гол салатын, иә? Бірінші тайм бітті ма? 2-0? Болды, мен бірінші тайм победа ақшам шығарып алдым, желедім, ойнамаймын. Мен бастаймын онда. Сен енді кішкене еліп келеткен сияқты. Иә. Мынау мен келесі қарсыласым ғой да кісі. Мен қолдарым бәрін көріп отыр. Саусақтарың қарап. Ей, сен саусақтарың кез сынатын сияқты ғой. Стрелкімен ойнайтыншы болдым. Бұл көпті көп. Сен действительно 2-9-ақ біткен екенсің ғой, иә? Клавиатура жүрсінші бүйтіп ойнасың. Бүйтіп ойнайтын әдет бар еді сен ма? Қолды бүйтіп алып, ше? Клавиатурамен шанс жоқ сіздерге. Реалға қарсы өмірі баспен ойнама, өмірі. Ол сенің қателігің. Салсаң жанады. Қайдағы жанған? Винисиус деген бұл өзі жылқы ғой, жылқы. Анан қара. Маған қарсы пони болады. Анан қара! Ей! Мына ойнашы. Ойнамай. Красавчик Бек. Жақсы ойнаватсыз Бек. Бек не алатын деді ме? Сағамен. Бек деген үш әріпке 3 голды арнап отырған жайым бар ағайын. Есінде қанша әріп бар? Бек сізде шмат дегенде бар ма жоқ па? Бек. Жоқ не шмат дегенде бар ма? Кейде бар, кейде жоқ. Онда 5 евро керек екен ғой саған. Саған 5 гол арнау керек екен. 5 әріп. Гол престижі күтейгенді. Неге гол престижі күтесіздер? Өзің сондай отырсың ғой.
оқып тастап отырсың. Қи алмадым, қимадым, қинадың, ау қинадың, гүл... Ей! Өлең айтпау керек болды. Мына видеоны осы 2026 отырған елдос көрсе күледі ғой сағаныш. Айтып отырмын ғой, менің кім екенімді мен негізі өзім білсем, мен жаулап алатын едім біраз нені. Біраз жерді ба? Киберспорт әлемі. Біраз жерді ба? Бүгіннен бастап ол ойынды жастырасың. Ол ойынды сандыққа саласың. И айтасың. Мынау... Енді шли ондай емес шығар енді. Құтырып кеттім. Осы жерде құтырып кеткені бар, мойындаймын. Ерсін өзінен үлкен кісіге отырғасың ба? Вообще ойында. Үлкен кісілер болды мысалы. 40-қа келіп қалған мужиктер болды. 40-қа келіп қалған мужиктер болды, солардан ұтылғансың ба Ерсін? Позор деп санаймын, өзінің үлкен адамдар отырды. СССР кезде ойын деген нәрсені білмеген. Мақта бар ма еді? 10 жақ құлаққа керек болып тұр кішкене. Мақта бар ма? 10 жақ құлаққа керек болып тұр. Жарағы жіберді ма? Жарағы. Ол дейсіз бар. Құлағым. Ол дейсіз береміз. Құлағым кәдімгідей шыңылдап отыр. Отборлары андай слишком магнит емес па 26-да? Жоқ. Отборлары? Иә, андай қайтпайды да адамның аяғына тисе, тек жабысып қалады екен бәрі. Сәл мықты болып тұр. Сәл мықты емес, сәл ақ мықты. Ей, Бек, кім айтып жатқан осыны? Мойындатам ғой қазір сен. Тез, бетіне жөстікті. Жөстік? Бағы бар екен да, кішкене Беке. Ерсіннің ше. Мынау оған емес. Мен деңгейім ондай емес аутқа кеу жіберетіндей. Тура. Ренат Санчештің Суонсидағы пасы болды ғой. Реал жаным ау, бір марқайып болатын болдыңдар ғой. Реалдың марқұм болған ойыншылары бір аунап тұрды ау. Арсеналдың жанкүйерлері де аунап отыр. Арсеналдың жанкүйерлеріне енді ешқандай немі жоқ. Обал жоқ. Мен айттым, Арсенал бұл өмірдің қателігі болды Бек үшін дедім. Айттым. Мен істеймін. Бала бар, аяса кішкене, жас қой. Жас дейді? Жасы 30-да? Өз ғой үйленбей жүрген. Мынаусы несі? Үйленбегендер бәрі жас қой. Негізі үйленбегендер сол сақпен жақсы жұмыс жасап қой. Ана! Есеп айырмасы қысқарады ғой, үсті басында басталады ғой. Как раз Ермұхамед Мәулен ағам кетті қазір жеңеммен. Рас те, үйленбегендер сол сақпен жақсы жұмыс істеу керек қой. Бәрекелді. Наоборот, жұмыс істей алмайды үйленбегендер сол сақпен. Неге? Опыт жоқ қой. Саған өткенді айтқан жоқ па? Мына саусақтар білесің ма не көргенді? Не көрмеді бұл деп ше. Шығар. Барей! Мынаусы. Уақыт аузы теуіп жатыр кәдімгідей алға. Не істеп, алға теппегенде. Қысқасын Беке, давай. Беке, бір гол. Давай. Кіресің. Ана. Ой! Тура ойын енді басталатын кезде бітетін кезде мынау. Уақыт жетпей қалды саған, Бір гол, Беке. Біреу шақсам... Ой, мынаусы несі? Шай жүрмін. Жөстіктен емес па? Жөстік те? Жөстіктен көрейін десем, новый жөстік деп маған осыны берді әйтеуір. Анау иықпен итеріп кетеді, мынау деген. Енді қай жақпен итерейін? Енді қай жақ? Қолтықпен итерейін ба? Ей, қой. Мынаусы несі? Кім тәте? Айтам. Ләззат алшы. Қазір ләззат алатын. Мастер-класс көрсетейін деп отырмын, Ләззат деген қызақ білдің ба не? Ләззат деген қыздың өз таң қалады қазір. Ләззат алу маңдай ма деп. Давай. Ұрып тар неге? Кім тәте қош? Соңғы атаканы. Так, домбыра бар ма айтпақшы абылай? Болды домбыра болса. Жақсы, өзі арналуға лайық едім негізі. Бек, өтті жақсы ойын, рахмет. Жақсы ойын болсын 80 минуттан бастап түсіндім да, Өте 26-ты қалай ойнайтын 80 минуттан бастап түсіндім. Сен негізі өзің қысып жіберген сияқтысың негізі. Мынау құтырып кетті да, біраз ше. Сен қысылып давить етіп Енді жаңа неге болды, домбыра қайда? Жоқ, психологически емес. Негізінде басындағы Ерсіннің голдарын байқасаңыздар, бірінші таймдағы андай разворот деп отыр да бәрін.
келістік қой сол. Ана 1000 теңгеге қандай арнау? Мен одан кейін айттым ғой. 1000 теңгеге. Арек, Бек 20 мың деп айттым ғой, 20 мыңға айтыңыз дедім жеңсеңіз. Мен істейтін едім дедім де мысалы. Жаңа келістік қой, жаңа арқан еттеген кезде каталог 780 20 мың қойдық қой. 20 мың деді, 20 мың деді. Жарайды енді, қуат ақының несінде айттыңыз. Қуат ақының несінде ма? Иә. Беш гитараны. Вторник деп келдім ғой бүгін PlayStation'ға. Ерсін ерік бірақ жеңіп кетті, бірақ мен түбінде бәрібір жеңіп аламын деймін. Басқа не деймін болды ғой. Жеңілгенде дұрыстап айту керек қой. Болды, уайымдамашы. Жақсы, Бек, үлкен рахмет ойыңа. Мен нем бар ғой, жұмысым. Сенсің. Қорқам отыр. 36 екен. 8 битіңізді бөлсеңіз жетеді. 8 бит жетеді.